Дүниядағы бірінші эскалатор қашан пайда болғаны хақында естігенсіз бе? Бірінші соған ұқсас механизмді америкалық ойлап табушы Натан Эймос 1859 жыл 9 августта айланатығын текше Revolving Stairs атыменен патентлеген. Бірақ бұл патент әмелде ісілетілмеген, себебі техникалық тәрептен құрамалы болған. Бірінші эскалатор болса 1892 жылда Джесс Рено тарапынан ойлап табылып патентленген. Оның бірінші үлгісі 1894 жылда ақштың Нью-Йорк қаласындағы Кони Айленд бағында пайда болған һәм саяхатшылар үшін аттракцион ретінде қызмет еткен. Бұл эскалатор елген әрекетленуші лента һәм ағаш панеллерден ібарат болып, жолаушыларды тасу үшін қолданылған. Ол 2 хапте давамында істелген һәм шамаменен 75 мың жолаушыны тасыған. Кейіннен болса оны Бруклин көпіріне көшірген. Кейінірек эскалаторлар жәйметлік орынларда һәм метроларда қолданыла басланды. Бірінші метро эскалаторы 1911 жылда Лондондағы Эрлс Корт станциясында орнатылған. Сізге осыған ұқсас мағлұматлар қызық болса, каналымызға ағза болың.